Құрметті менің сүйікті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп лайк басып, әңгіменің соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Араға кел. Ол өмірінің мәңгі еместігін түсінді. Неше күннен бері нәр татпай аш құрсағы бойын талықсытып, суық еденде етпетінен жатыр. Қанаттың қорқынышы өлім емес, өмір әділетсіздігі. Көзін ашқаннан бері көрген қорлық, аш-жалаңаш тірлік. Қайыршылық өмір оны әбден титықтатып біткен. Жан жүйкесі психологиялық ауыртпалықтан сыр беріп, өзімен өзі күбірлейтінді шығарды. Кейде оңашада көз жасына ерік береді. Онысына намыстанады ма, өлеусіреген қос жанардағы ащы шырынды әлсіз қолдарымен сүрткен бойда өзін қайрайтын. Бүгінде сөйтті. Суық еденде оны жатырқағандай сықыр-сықыр етеді. Күз келгелі тұла бойы дірге қағатыны ол үшін үйреншікті жағдай. Араға кел. Әкесінің өктем дауысы оның жынына тиіп, тым жиіркенішті естілді. Араға кел, иттің баласы. Бұл орыннан тұрғысы келіп еді. Шамасы келмеді. Мектепке бармағалы аптадан асты. Сынып жетекшісі де бір-екі рет үйге іздеп, бас сұққанымен оқуға еш жағдай жоқ екенін көрді ме? Әлде бөлмелерден шығатын қоланса иістен жиіркенді ме? Қайтып оралмады. Кенет сол жақ бүйірі дүңк етіп, тыныс алуы қиындап кетті. Көзінің алды болдырып, ауыр соққы талықсытып жіберді. Көзін ашып еді, қос қабағы түксиген әкесін көрді. Тасбауыр әкесі теуіп жіберген екен. Көздері неткен сұсты. Дәл қазір көзіне көрінгеннің бәрін жайпап жіберердей. Жұдырығын түйіп алған. Мейірімсіз әкеден күдерін үзгелі қашан. Шешесі болса анау. Төсекке теңселіп құлаған. Уылдаймас. Әкесі болса бұның жағасына жармасып тағы ұрмаққа бел буды. Қолыңызды тартыңыз баладан. Таныс дауыс өктем шығып саңқ етті. Бұл бала менікі. Не істесем де өзім білем. Деді ашулы сағат әкесі қасарысып. Бұл жалт бұрылған. Сіздің балаңыз менің оқушым. Баланы ұруға құқыңыз жоқ. Сен кімсің? Маған зәкін соғатын. Мұғалімсімақ неме? Бәрімізді қайта тәрбиелемексің бе? Деді әке шүйлігіп. Әйтсе де орнында қазықтай қатып қалған. Қабағы қату, жанары найзағайдай өткір нәзік жаннан қаймықты ма? Қанатты жерге тастай салды. Буыны босап жерге солқ ете қалған жас өспірімнің көзіне жас ыршып түсті. Әке болған немкеттілеу жүзбен бір қарады да, балқия шешесі жатқан түпкі бөлмеге еніп кетті. Тұра ғой Қанат, бүгін демалда ертең жуынып мектепке кел, деп ұстазының шашынан сипағанын аяулана алақанындай сезінді. Тек өмірі маскүнем анасы мұны ешқашан шашынан сипап маңдайынан иіскеген емес. Жып-жылы алақан сондай жағып, ұйқы құшағына енгісі келді. Түпкі бөлменің есік ашылып табалдырыққа сүйенген бір әйел тұр еді. Менің балам ол. Қолыңды тигізбе. Кет бұл үйден. Деді шашы жайылған жез тырнақтай көрінген долы әйел. Кетем, деді сөйле ұстаз нығырлай. Сіз балаға ана болуға лайық жансыз ба? Баланың тағдырына неге балта шауып отырсыз? Анада үн жоқ. Ұстаз үйден шығып бара жатып, оның ернін жыбырлатып тұрғанын көрді. Бұл кеткен соң Қанатқа шүйілгіп. Мұғалімнің жанашысы өзіне бала қылып алсын. Мен сені өсіріп жеткіздім. Деп іште қайталады Қанат. Сөйтті де мырс етіп күліп жіберді. Күн өткен сайын көзінің алды шүңірейіп, жарқылдаған қос жанар сөнуге айналған. Пешенесіндей шып-шиыр көшелермен ілби басып, тас қараңғы, суық үйіне бет алды. Балқаш қаласы маңындағы мына қалашықтың көшелері не түрлі тағдырдың соқпағындай көрінді. Кенет жүрегі шым етті. Неге екені белгісіз, жүрісін жылдамдата түсті.
көңілінде әлде бір секем орнығып алғандай. Көп кешікпей өздері тұратын көп қабатты үйдің түбінде жиналып қалған адамдарды көріп, көңілі құлазып сала берді. Маңай у-шу. Біреулер әлдекімді шақырғандай даурығады. Олардың арасынан өтіп, ортаға беттей бергенде қозғалыссыз, қанға бөгіп жатқан бауырын көрді. «Бауырым!» деді де сұп-суық денені қапсырай құшып, үстіне құлай кетті. Көзінен сорғалаған жас өліктің бетін жуып жатқандай. 4-ші қабаттан асфальтқа құлаған 7 жасар кенжетайды білетіндердің шын жаны ашыды. «Тезірек дәрігер шақырсаңдаршы», деді бір әйел жанұшыра. Тек ешкім жедел жәрдем шақыруға асықпады. Баланың тірі қалмағанына бәрінің көзі жеткендей. «Сорлы бала-ай, балконға шығып несі бар еді?» деді екінші әйел кейістік танытып. «Қайтсын енді, әке шешесінің түрі анау болса, кім қарайды оған?» деді үшіншісі. Көп кешікпей жедел жәрдем машинасы келіп, кенжетайды алып бара жатқанда, Қанаттың көз алды қарауытып дүние төңкеріліп кеткендей, жерге сылқ ете түсті. 2 ай бойы бақилық болған бауырын аңсап, өксумен болды. Әке шешесіне ызаланып, үйге қонбай, көп қабатты үйлердің астындағы жертөледе түнеп жүрді. Мейірімсіз шешемен тас бауыр әкесін енді көргісі келмеді. Бөтелке жинап, темір терсек өткізіп, нәпақасын тауып жүрді. Сыртынан көрген адам мұны қаңғыбас екен деп қалатын. Бірде жертөледе жатып, көз байланар кеште әлдекімдердің көмекке шақырғанын естіді. Дауыстар тым таныс секілді. Жұдырықтай жүрегі дүрсілдеп кеткені. Қолына ұзын мойын арақ бөтелкесін алған бойда жалмажан көп қабатты үйдің астынан атып шығып, үйдің ту сыртынан айналып келді. Шыңғырған қос дауыс бұлар тұратын подъезден шығып жатыр екен. «Көмектесіңдер, жіберіңдер оңбағандар, сендердің бәріңді соттатам, шеттеріңнен түрмеде шірітем». Қанат подъезге кірген бойда қос әпкесін зорлап жатқан 2 қаныпезерді көріп, қаны басына шапты. Ойланбастан қанішердің біреуін бастан бөтелкемен періп жіберді. Екіншісін барып пәрменмен құлақ шекеден тепті. Басына бөтелке тиген қаныпезердің басынан қызыл қан сауылдай жөнелді. «Өлтірем», деді ол тістеніп. Сынған бөтелкенің үшкір жағын бұларға тақай түсті. «Басынған иттер, бір-бірлеп көздеріңді құртам». Екеуі мұның қаһарлы, ызғар шашқан, еш нәрседен тайынбайтын жүзінен сескенді ме? Подъезден атып шығып, 2 жаққа қаша жөнелді. Соңынан бұл өкшелеп қуғанымен жас әрі әлсіз болғандықтан қуып жете алмады. Жәбірлеген Балжан мен Гүлзира қараңғы бұрышта тізелерін құшақтап, өксіп жылап жатты. Үстілерінде дар-дар айырылып, жыртылған киіммен әппақ денелерін қалқалағысы да келмеді. Олар үшін өмірдің ешқандай мәні қалмағандай. Қанат подъезге қайта кіруге жүрексініп, орнында қақшиып қалған. «Неге ертерек көмекке келмедім?» деді өзін өзі кінәлай. Жәбірленушілердің жазған арыздары сотқа жетпеді. Әлгі 2 қаныпезер бұлардың маскүнем әке шешесіне қомақты ақша ұсынып еді. Олар бейне бір байлыққа тап болғандай қылмысты жасыру үшін берілген қанға малынған харам ақша таусылғанша үшеулерін жалғастыра берді. Тіпті 2 қызның көз жасынан шірмекпеді. Ары ұят, намыс сияқты адами қасиеттер ішкі әке шеше үшін баяғыда-ақ мәнін жоғалтқан. Қылмысты істің сотқа жетпеуін көздеген қанішерлер араға адам салып, куәгер Қанатты қайта-қайта ауруханаға тексертіп, денсаулығынан кінәрат тапқылары келді. Осыны сезді ме? Қанат дәрігердің «Денсаулығыңды түзейміз» деп күдікті дәріні екпекші болғанда ауруханадан қашып шықты. Абыройынан айырылып, елге қараудан қалған 2 әпкесі Қарағанды жаққа бас сауғалап кетті. Қас күнемдер мұнымен шектелген жоқ. Елге Қанатты,
есінен ауысқан, жынды, қоғамға қауіпті, деп жалған өсек таратты. Неше күн бойы ел көзіне түспей, бірде қараңғы әрі тар көшемен жападан жалғыз келе жатыр еді. Артынан тиген белгісіз соққыдан қара жерге сұлап түсті. Бүгін ол әлдекімдердің күлкісінен оянып кетті. Көзін ашса, жылы әрі жайлы аппақ төсекте жатыр екен. Шалқасына жатқан күйі бөлме ішіне көз салды. Неткен жайлы жер, бөлме іші қандай керемет, деп ойлады. Тек терезесі көрінбейді, өзі аң-таң. Өңі әлде түс екені белгісіз. Өмірінде мұндай рахатты көрмепті. Кеудесін қуаныш кернеп, ән салып, би-билегісі келді. Орнынан тұрғысы келіп еді, қолдары қозғалар емес. Кенет қабырғадағы ілулі тұрған айнаға қарап еді. Шаштары ұйпа-тұйпа, ақ киім киінген, қолдары артына қайрылған жындыны көрді. Қолына салынған қылбырау оны еш жаққа бұрғызбайды. Әңгіменің соңы. Каналыма тіркеліп лайк басып, әңгімені қолдай отырыңыздар. Тыңдағандарыңыз рахмет.